Ассалаумағалейкум барша YouTube көрермендерге, қаларыңыз қалай, баптарыңыз қалай, құстарыңыз қалай. Бүгінгі видеода мен жалпы қазір көріп тұрсыздар, үлкендердің тауық қорасында жүрмін. Мен сіздерге бір жақсы жаңалық көрсеткім келіп тұр. Бұл жақсы жаңалық бізде күрік. Иә, бізде қазір ноябрь келді уже, қыс келді. Тауығымыз күрік болып жатыр. Бұл не себептен күрік болып қалды деген сұрақтар туындайтын болса, бұл жалпы бұл дакан білетін шығарсыздар. Менің көптеген видеоларымда бұл күрік тауық жақсы күрік болып шықты. Осы жаз бойы жалпы 4 рет күрік болды. Осы күзде жаңа осыны 1 ай бұрын тағы 1 рет күрік болған. Ол 5 рет, және міне 6-шы рет күрік болып жатыр. Осындай тауықтарды жалпы суға малып, немесе тағы бірдеме істеп қажет жоқ, достар. Күрік болып жатыр ма, жата берсін. Значит, жақсы. Если өздеріңізге сенімдеріңіз жоқ болса, балапандар шығара алмайым деген ойларыңыз болып жатса, әрине керек жоқ. Себебі қазір суық келе жатыр, балапандар өліп қалуы мүмкін. Өздеріңізге сенімді болып тұрсаңыздар, мен мысалы қазір өзіме сенімдімін. Бұл күрік тауықты қалдыратын боламын мен өзіме. Бұның астында қазір 5 жұмыртқа жатыр. Көріп тұрғандарыңыз боласыздар. Бұның астында қазір 5 жұмыртқа жатыр. Бұны енді көреміз. Осы жерде нетсе жата беретін болады. Ішіне тағы да дұрыстап жұмыртқаларды шығарып, мынаның ішін тазартып, опилка, жақсы свежий опилка сеуіп, мына жақта сеткамен қоршап, дұрыстап реттеп қою қажет. Енді оны болашақта жасайтын боламыз.